Ол көлікке баяғыда 80-75 жылдығында маған сыйлаған. Ол өзімді американдықтар негізінде атпенен береді, нөмірді. Солардан келген, солардың сыйлауы ғой жаңа. Енді бір жолы кеше айттым, жолы елге бара жатқаннан кейін, 85 жыл той болғаннан кейін, тойда тапқанда қашан тағамын? Нөмір өзінің бар ғой бөлекше. Бірақ енді менімен бірге екі съемочный группа жүрді. Солардың сұрауы бойынша съемкаға түсірді. Мейрам ғой бұны, тойды көре білу керек. Соған бір ресторан жаңағыдай бір әлгі сақтығын білдірейін деп сол жабайғы. Нетіп жабысып жатқаны ғой, бірақ 99% мені қолдап жатыр енді. Мейрам болғастық, не қандай болу керек? Құпия болмаса, кім сыйлағанын айта аласыз ба? Құпия болмаса, кімнің сыйлағанын айта аласыз ба? Сыйлаған, айтып тұрмын ғой, неден келген, американский. Сол жақтан, көлік алдырғанда сонымен бірге келген. Онда тұрған ешқандай не жоқ. Тәртіп бұзушылық жоқ, көшеде жақсы жүрсек, елдің бәрі қабылдап, 4 облыстың ортамды аралап келдім. Сонда жолда съемкаға түсіріп, жаңағы тағыңыз аға деп балалар сұрағаннан кейін таққам. Съемкаға түсірді, суретке түсірді. Ал онда тұрған криминал жоқ дейді ғой. Әшейін бір нәрсе ілік табу жауы. Сондайлар бірақ халық қабылдап жатыр. Дұрыс бүгін ұстапқанда кім тағады дегендейді мен. Сондықтан халыққа қарсы шығу болмайды. Жалпы халық айтып жатқаннан кейін оны ондай дүниені кешіруге болады. Дұрыс. Мен енді өмір бақи тағып жүрген жоқ қой. Қайтқан өмірді тағып алдық. Қалаға келгенде. Ондай тәртіп бұзушылық бізде жоқ қой. Айтып отырмын ғой, біздің мектебіміз жаңағы тәртіпті мектептің. Үлкендерден алған үлгіміз бар. Бұл әшейін ауылға барғанда еркелік қой. Мейрам. Кім еркелейміз, халық еркелемегенде.